Мен мынау бай адамдардың өмірлерін бақылап жүремін ғой. Жай бай емес, андай сверхбогатый дейді ғой. Там долларовый, миллиардер, миллионер, долларовый. Вот солардың өмірін бақылап жүріп, бір особенность байқадым олардың өмірінде. В общем, олардың бәрі дегенде, почти бәрі обязательно спортпен айналысады. Жаңағындай неге барады, тренажеркаға барады, жаңағындай былай айтқанда активный образ жизни дейді ғой. Постоянно там качаются, бегают деген сияқты по утрам. Мысалы алдында бір новость оқып қалғам, бір российский миллиардерді, короче, временный изоляторға алып келген ғой. Ну, в общем, соттайын деп ше, болады ғой, временный изоляторға апарып түседі ғой. Сол кезде журналистерге одан интервью алыпты. Енді долларовый миллиардер ғой все-таки. Сіз неге? Как вам тут живется деп сұраған ғой. И ол жауап беріпті. Блин, здесь самое плохое, что здесь нету тренажерки депті. Мен даже сол сөзді оқығанның өзінде мен байқадым да. Ой, ақса жүр ғой мына жерде. Сол сөзді байқадым да. Настолько жаңағындай бай адамдар, успешный адамдар, жаңағындай тренажерныйға настолько зависимый, то есть в хорошем смысле, что жаңағындай тренажерныйға бару, жүгіру деген оларға для них это былай айтқанда норма. Сол бай адамдардан қалыспайын деп айтады ғой, повтори успех другого дейді ғой. Соларды пример алып, міне өзім күндегенде дайындалам. Күндегенде площадкаға шығам, дайындалам, турник, брусья, отжимания, приседания. Енді мынау жаз басталды, бекті бастайын. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to